Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен мен Darkmazer, және бүгінгі видеода мен сіздерге MetaTrader'да лотты қалай санау керек екенімізді көрсететін боламын. Бұл бойынша мен өзімнің Telegram каналымда сұрастырған болатынмын. Өзім подписчиктермен қандай темалар, қандай информациялар қызық екенін, соның арасында осындай бір запрос болды. Сол бойынша қазір видео түсірудемін. Көбінесе осыдан қиындық тудырады лот санау. Сондықтан мен сіздерге қазір ең оңай жолын көрсетем, оны өзімде қолданамын. Бір айта кетерім, мен ешқандай сайт қолданбаймын, барлығы осы TradingView'да. Ендеше бастайық. Мен не істеймін? Мен тек қана екі инструмент қолданамын, ол long position және short position деген мынандай суреттермен, осы инструменттар, осындай значоктармен. Мысалға, бүгін менде осындай наблюдение болды. Short позицияға Лондонды Нью-Йорк шешті, одан кейін мен позицияға кірдім. Мына жерде осы жерден точка входа, одан кейін стоп-лосс және де take profit'імді определять етемін. Мына жерде алса болатын еді. Одан кейін не істеймін? Мен мына инструменттің ішіне кіремін. Бұл инструменттің ішінде біз нелер жазамыз? Account size, яғни сіздің балансыңыз, lot size, бұл контракт, мен сіздерге қазір запись экранымен көрсетемін. Сіздер керек инструментті таңдайсыздар. Мысалға бізде қазір GBP USD, осының үстінен басасыздар, одан кейін деталіға кіресіздер. И деталіда мына жерде менде ағылшынша контракт size деп тұрады. Ол сізде орысшада болуы мүмкін. Именно осы значениені аламыз. Осы значениені lot sizeға жазамыз. Және де келесі бізде риск, оны бұрынғы видеоларда көрсеткенімдей, бұл жерде өзіміз бір сделка қанша риск алатынымыз жасақ болады, доллар эквивалент және де процентпен осылай жазып қойсақ болады. Және де ең соңғысы, ең керегі бізге мына жерде 2 decimals дегенді таңдаймыз. Бұл бізде осы лоттың үтірден кейінгі қанша сан көрсетілетінін жазатын бізде осы значение. Осыны окей деп басамыз. Болды. Мысалға қараңыздар, мына жерде менде стоп-лоссым бар, точка входа бар, және де менің таргетім, яғни целім, take profit'ім осы жерде. Не деген сөз? Осы лотты аласыздар. Осы GBP USD-ға кіресіздер, трейд деп басасыздар, және үстіңгі жағында мына жерге міне қанша лот беріп тұр? 1.02 дейді. Осыны аласыздар да, осы бойынша позицияға кіресіздер. Сонда сіздерде мынау стоп-лосс болған кезде, сіздерде минус болған жағдайда минус $100 кетеді. Егер take profit болған кезде, оған бізде risk reward RR3, сондықтан take profit болғанда 300 аласыздар. Осы инструментті мен қолданамын. Тағы да сіздер көрсетіп кететін ол алтын. Мысалға міне, қазір мен телефоннан алтынның контракт сайзын біліп аламын. Менде 100 деп жазылып тұр. Мына инструментқа кіремін, және lot size-ға 100 деп жазамын. Account size менің балансым осы орында қалады. Риск также өзімнің $100. Қалғаны ең соңғысы мынау уже өз орында 2 значение болып болады. Сосын окей деймін. Және де маған керек сайзды, керек лотты осылайша береді. Осылайша біз кез келген инструменттің лотын санап, позицияға риск менеджментпен кіре аламыз. Егер сіздерге видео ұнаса лайк басыңыздар, менің каналыма қосылыңыздар, түсінбеген жағдайда чатқа кіріп, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Мен әрқашан жауап беруге дайынмын. Және де келесі видеоларға осы видеоның астына комментарий жазып кетсеңіздер болады, қандай темалар қызық, соның барлығын сіздерге түсіндіріп айтатын боламын. Ендеше келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.